Хайбарне сәлем достар, сіздермен бүгін мен Батыржан. Және де достар, бүгін біз дүкен соғатын боламыз. Иә, дүкен. Сіздер бұны мына үйден соғамыз. Бұны қайдан алдым десеңіздер, бұны маған біздің ауылдағы бір жетел берген. Ол жетел өте бай болған. Сіздер оны қайдағы бай деп тұрған шығарсыздар. Қайдағы жетел, егер сіздер мына видеоны көрсеңіздер, онда бәрін түсінесіздер. Сол жетел маған осы үйді сыйлыққа беріп кеткен болатын. Ал ендеше достар, біз өз жұмысымызға кірісеміз. Так, сундықтағы заттардың бәрін алайық. Бізге, кстати, бұл заттарды алуға жетел көмектескен болатын. Мен жетелді себебі оның бай екенін ешкімге айтпадым. Жетелдерге секрет етінде, сондықтан жетел маған көмектесті. Мен де қосылдым әрине бұған. Бір жарым стак қосылдым ғой бұған. Қалған жетел өзім төлеймін деді. Так, мына жерлерде бізге ең бірінші орын қоямыз мына жерге. Так, сосын бізге терезе керек айтпақшы. А то освещение, а то не то болып тұр. Так, сындырамыз. Так, осындай болсын ба? Әлде тағы кішкене үлкейту керек сияқты. Так, мұнда құлап кетіпті блок, ала саламыз. Қайтадан кіреміз. Үлкейтейін ба? Мақұл, үлкейтейін. Мынау енді жеткілікті деп ойлаймын. Бата кішкене әдемі көрінбей тұр. Так, тағы да үлкейтсек мына ер, енді әдемі көрінеді деп ойлаймын. Енді терезені аламыз, бәрін қоямыз. Так, мұнда құлап кетіпті, ала саламыз. Ой, қате кетіп қалды. Ештеңке қылмайды, сындыра саламыз. Бізде бәрі жарты стак бар. Оның 10-ы ғана кетті. Так, мына өзім тұратын жеріме де освещение керек. Сондықтан бұзамыз. Все болды, сосын тағы да мына жерге қойық. Бұл жерде енді 3-2 қылайық. 6 блок алатындай, все, осындай жетеді. Так, сосын бізге, айтпақшы мыналарды сындырсақ, бұлар бізге керек емес. Все, болдық. Так, енді бәрін қойып тастаймыз. Так, менде Майнкрафт кішкене қатып жатыр. Так, енді мына жерге қоямыз. Так, все. Енді болған сияқтымызда, енді тұратын орын жасайық. Бірінші есікті қойып алайық. Все, болды, есікті қойдық. Ал енді тұратын жер жасайық. Айтпақшы мынаны сындырыстау керек. Так, все, бәрін сындырып болдық. Мұнда факелді қоя салайық. Ал енді тұратын жерді жасаймыз. Блоктардың бәрін аламыз. Так, уже бастаймыз. Так, қалай жасасақ болады? Осы жерден қойған дұрыс сияқты. Так, қай жерден бұны бітіреміз енді. Қай жерден бітірсек болады? Осы жерден бітірейік. Так, все болды, осылай тұрсын. Так, сосын, мен алмайды, сондықтан жетелер маған келгенде, оларға менімен сөйлесі ыңғайлы болғандықтан, ыңғайлы болу үшін мына ступеньктарды қоямыз, мінетінді. Сосын мына жерді застраивать етеміз. Так, все, достар, енді жетелдерге ыңғайлы болады. Так, люкті қойдық. Все болды. Мына люк кішкене 2 блок орын алып тұр, сондықтан бұны кішкене артқа жылытамыз. Все болды, осында тұрсын бұл.
Так, шыға алады екенмін. Ал енді былайша жауыпсам шыға алмаймын да. Все болды. Ал енді мына жерге біз сундукты қоямыз, мына жерге. Ал қалған жерінде мен жителдермен әңгімелесуге ыңғайлы болады. Так. Ал енді рамкалардың бәрін іліп шығайық. Бұл рамкалардың әрине бәрі сыймайды, себебі бізде орын аз. Және де біз рамкалардың қалғанын не істейтін боламыз? Өзімізге қалдырып сатчыреміз, немесе сондай. Мынау басылып кетті ғой, так. Әлде бұл тұра берсін ба? Жителердің кейбіреулері может рамка сақалуы мүмкін. Соқтан тұра берсін. Так, а что мында қойылмайды? Біреуінде факел, біреуінде рамка тұр. Все, понял. Мында қойық, және де мында қойып тастасақ. Так, мында тұрса маған ыңғайлы ғой да, немесе кетпейді. Все, болды. Онда тұра берсін рамка. Мында да қойық солай. Үштікке қойық бүкіл. Все, болды. Мына жақты біттік. Мында әлі қойық па? Жоқ, әдем көрінбейді екен. Лучше алып тастайық. Все, болды. Так, енді не жетіспейді бізге? Достар, мен қазір чисто атығайт көзге түсетіндерді ғана алам. Соларды ғана қоям. Так, қазір бізге сундук керек, сундукты аламыз сондықтан. Так, ең бірінші сундукты біз мында қоятын боламыз. Осында жителдер өз ақшаларын салады, алған затына. Ал енді мұнаны біз мында қойық. Так, осында қойдым. Достар, айтпақшы, бізге тағы да екінші сундук керек, жасап келіп. Так, достар, мен жасап келдім. Міне. Енді осында мен қалған заттарды салатын боламын. Айтпақшы, біз тоқа көзге түсетін заттарды қоямыз. Мысалға торт, әр қабырғаға лик, әр шетіне мында и мында іле салайық. Енді борщ. Так, мен картошканы жаңа іліп едім, бұл болмады. Так, пирогты алайық, ілейік. Айтпақшы, мында картошка тұр екен ғой. Жаңа паузада ілген болатым, сосын картошка көзге түспейтін нәрсе болғандықтан алып тастадым. Енді пирогты әр қабырғаға ілеміз. Так, сосын мынандай көзге түсетін бүкіл зат алайық. Печенье мысалға. Все болды, әзірше болды. Осыларды іліп шығайық. Сосын қайда ілсек болады? Мында и мында. Мында. Сосын тушеный греби, кролик дейді. 2011-де іліп жердік. Так. И мында ілейік. И сосын мында ілесілер, сонымен толықтырамыз. Все болды. Енді бізге не керек тағы? Пшеница ол онша емес. Жителдер, фермерлер оны ала алады. Так, а вот балықты біраз жақсы көреді біздің ауылда. Сондықтан бұлар көзге түсетін нәрсе деп ойлаймын. Іле салайық. Мына қабырғаларда уже пусто. Орын жоқ, мынаған ілейік. Так, алма бар. Мына арбуз. Арбузды біраз жақсы көреді тоже біздің ауылда. Так, мында ілейік. Все болды, походу. Бүкілі болды. Ал достар, бүгін біз осындай дүкен жасадық. Достар, бірақ мен бұны енді қойып кетем деп ойлаймын. Себебі мен бұған жұмсаған ақшамнан көп алсам, егер көп алсам, одан кейін осы дүкенді сат жеремін. Немесе бұны үй қылып сат жеретін боламын. Егер бұған берген ақшамнан көп алсам. Так, тағы да мыналарды қоя салайық, может жителдерге керек болып қалар. Так, все болды. Ал енді бұны жителдерге жариялайық. Жителдер, мен өз дүкенімді аштым. Келіп көрсеңдер болады, уже бітті.
жаңадан дүкен аштым. Ал достар, күнде батты. Бүгін сіздермен болған Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар.